Жалпы қарапайым халықта әлеуметтік қызметкерлерге, жұлдыздарға, болмаса еліміздегі болып жатқан кез келген актуалды мәселелерге байланысты сұрақтар көп туады. Ал біздің бағдарлама сол сұрақтарға жауап береді. Бүгінгі біздің қонақтарымызға көп сұрақтар қойылатын сияқты, себебі сахнада Қазақстан футбол құрамасы. Қошеметтеріңіз! Қошемет, кеттік. Сұрақ. Қолдар көрінбей. Міне, кетті бірінші сұрақ. Давай. Ассалаумағалейкум. Сіздерге қоятын сұрағым, шетелде мысалы ойыннан кейін форма ауыстырады. Сіздер неге форма ауыстырасыздар? Біз ауыстыра алмаймыз. Біз қазір киіп жүрген форманы этикеткімен киіп жүрік қой. Кеш жарық, сіздерде командаға таныс тарту деген болды ма? Командаға таныс тарту деген болды ма? Құда айтшы, ондай болған жоқ қой. Жиен айтшы. Болған жоқ. Балам айтшы. Бәрі өз талантымен шүкір. Көріп тұрғандарыңыздай бір-бірін танымайды екен жігіттер. Артта. Бағанадан бері қолын көтеріп отыр. Қошемет ұрып қояқшы кәнекей. Аманжанға. Қайырлы кеш. Шынымен қарын ашатын нәрсе. Сіздердің ойындарыңызды көріп, ұяттан күлеміз. Қашан чемпион болғандарыңызды көріп, қуаныштан жылаймыз. Жылай алмайсың вообще, пол. Қарның аш жүреді по жизни, родной. Не надо издеваться, давай! Короче, да, Давай, короче. Димария келді ғой. Давай, қой сұрақ. Просто біздің жауабымыз түзу бармауы мүмкін, сәл қисық кетуі мүмкін. Бауырым, мен жауап беріп те берейін, жоқ. Короче, матч болады, 60-шы минут, 65-шы минут. Сол кезде натуре тойып көрін келеді. Не істейсіңдер? Істейгің келеді? Воротаның артына бара саласың ба? Ютубқа жазыңдар ше, в смысле туалет десем мынау шығады. Алдың қатарда, Аманжан, алдың қатарда. Ассалаумағалейкумдер. Сіздерге қояр сұрағым, жалпы ойын үстінде боқтайсыздар ма? Ютубқа жаз ше, в смысле бағауыз десе біз шығамыз ғой, бауырым. Саламатсыздар ма? Түсінбедік та, неге шалбармен отырсыздар, шортайларыңыз қайда? What? Не дейсіз? Неге шалбармен отырсыздар, шортайларыңыз қайда? Шорты анжол просто матчтан кейін бар ғой. Футболка ауыстырады екен ғой негізі. Мен шортыңды ауыстырып жүрген ғой. Жоқ, Просто он жуық болғанбыз мынау жаңа өткен. Жоқ, олай емес. Қателесесіздер, әріптестер, қателесесіздер. Біз неге шортисіз келіп отырық? Өйткені біз мына көпшіліктің алдына шыққасын джинсы киіп алдық. Ал мына бауырымыздың неге шорты кимеді дегенде, в смысле туалет деп жазсаңыз шығады өзі. Рахмет. Сұрай, қарымен қарай. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Таныстырсам өзімді. Жайлаппын. Үйімде 2 бала бар. Дейтін қызға ұқсайсың. Менің бүгін дайындаған тамағым фрикадельфи. Рахмет. Сіздерден сұрайын дегенім, сүйікті футбол клубтарыңыз бар ма? Барселона. Бар, Ақтөбе. Құрметті ақтөбеліктер, есейтекімізді кешіріп қойыңыздар. Нас заставили. Красно-белые. Я. О, волейболистка. Кеш жарық. Неге гол сала алмайсыңдар, аяқтары талтақ адамдарды ала ма? Жо, нормально, просто өзіңе ойланысты ол деген бар ғой. Білмеймін. Бізде бәрі нормально әзір. Орнынан тұрып шыға бермеші анардан. Үйтетін болсаңдар мен басты мен. Болды, енді ондай сұрақ қоймаңыз. Хорошо. Аманжан, ар қатарға ұш, орта жақтарға. Қолдар көбейіп кетті. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Мен келесі Назгүлден кейін шығып тұрған аруымын. Қарағандының бой жеткені өз өнерімен. Абайдың қара сөзі. Мен бүгін салатқа рошки дайындап келдім. Менің сұрағым, қарсылас командалармен тіресіп қалатын кездер болды ма? Қалай сонда тіресіп қалатын? Біз сен бізді кім көріпсің?
көшеде жүрген баламыз да. келіспеушілік деген сияқты. А? Келіспеушілік деген сияқты. Жоқ, ондай болмайды. Болды, менде бір рет. Біз гол салмай қойыңдаршы дегенбіз ғой. Салып жіберді ғой. Сол кезде бір рет болды, сосын FIFA-мен бір рет болды. В смысле туалет деп жасаңыз шығады қайтадан мына бала. Жалғастырақ, келесі сұрақ. Сол жақтан бір. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сіздер ставка тігесіздер ме? А? Ставка тігесіздер ме? Тігеміз. Олимпті сол 500 жауып тастаған жоқ па? Еще өзіміз проиграть деп тігеміз. Рахмет. Ага, болды, да. Так, давайте мына жаққа қарай, бер жіберіңдер. Кім ол? Ассалаумағалейкум. Бүгін кеш Уағалейкумассалам. керемет жатыр. Мен вообще футболға қызығушылығым жоқ адаммын. Бірақ байқауымша сіздер соңғы минутта гол жіберіп аласыздар. Неге? Жоқ, өтірік ол. Сен просто қызығушылығың жоқ футболға, брат. Негізі айырамыз ғой біз. Сен просто біз бәріміз жиналдық та, сен не істейтін деп өттің, ё-моё. Бір білетін адам ұқсап сұрақ қойып жіберді ғой. Біз неге чемпионбыз ғой, білмейсің бе не? В смысле, Лига чемпионов деп жатса қайрат шығады ғой. Қошемет, қаттырақ кәнеке. Ар жаққа сұрақ қойма, қолдарыңыз қайда? Қайттан қойшы. Қайтадан. Жәнеге сұрақ қайттан қойшы. Неге соңғы минутта гол жіберіп аласыңдар? Лучше поздно, чем никогда. Футболисттер сахнаға футболисттер поляға шыққанда біреу газон ұстайды, біреуі доп түседі, біреу воротаны түседі. Сіздер не істейсіздер? Поляға шыққанда қауын егеміз, не істейміз? Жетсайскилер бар ма? Қауынға! Ақтөбеліктер бар ма? Кетіңдер. Уханнан бар ма? Ухан десек. Десе біреу. Так, сіздерде бірінші матчтан кейін раздевалкада тренерлеріңіз ақыл айта ма жалпы? Тренер ақыл айта ма дейсің ба? Сен Гуглға, Ютубқа жазсайсыз, как научиться материться деп жазсам, біздің тренер шығады. Мына жақта сұрақ бар екен, Аманжан. Шапалақ. Қолдап отырайықшы кәнеке. Микрофон жетем дегенше. Де фактодан киінетін бала. Қайырлы кеш барыңыз. Кеш қайырлы. Осы мына футболистердің әйелдері неге әдемі болады? Айтен? Сен бірінші мен әйелді көріп айтшы. Футболистердің әйелдері неге әдемі болады? Битсе, ютубқа сантехник приехал... Жоқ екен. Нұрсұлтан, бос уақытында не істейтін біліп қалдыңыздар? Бос уақытында қолым бос емес десең. Себебі сантехник деп жазыңыздар. Так, тағы сұрақтар болса, сұрақтар. Екінші видео бар, жетсайский сантехник деп қарасыңдар. Иә. Жетсайский сантехник поляда деп жаз. Мақта теріп жүрді. 30 секундтық видео шығады. Или де Нұрсұлтан, в смысле сантехник деп жазыңыз. Или бейт, Нұрсұлтан, мен өзім жамандап отырмын ғой кәдімгі. Шапалақ! Шапалақтарыңыз қошемет. Бейт, андай, сыртымнан бейт қарап тұрмын да өзім шығып ше. Жаман жерге тығып отырмын ғой кәдімгі. Нұрсұлтан иманды бала деп жазшы. Бірақ бол шықпайды. Бірінші имандылар шығады, астында Нұрсұлтан тұрады. Сосын Нұрсұлтан деп. Сұраққа көшейікші, сұрақ бар ма? Ой, КВНщиктермен ішіп пыспайды. Тездетейік, ана жақта матч болып отыр бізде. Уже 5-0 ұтылып отыр екен ғой. Нормально көрсетіп. Сұрақ бар ма? Сұрақтар болса Сол тағы бір жесткий сұрақ бар ма? Сендердің аяқтарың қисық па, әлде басқа жерлеріңді қисық па? Негізі түзу ниетпен қарасаң бізде бәрі түзу. Футболисттерді өйтіп жамандай бермеңдер. Микрофонды алып қашып кетсін. Роналду мен Месси гол соққан кезде киімдерін шешіп денесін көрсетеді. Сіз гол соқсаңыз, тура сондай сәтті істейсіз ба? Қайтадан қойшы сұрақ. Роналду мен Месси гол соқса, киімін шешіп денесін көрсетеді. Сіздер де сондай сәтті қайталай аласыздар ма? Мен бейт істеп тұрамын. Рахмет, стресс-конференциямыз осымен аяқталды. Қазақстан футбол құрамасына қошеметтеріңіз. Бітті! Күшті!